Мектептегі буллинг пен кибербуллингтің алдын алу. Буллинг немесе кемсіту бұл жай ғана жаңа сөз емес. Қазіргі уақытта қорлау мен кемсітуге балалар өмірінде кездесетін жағдайдың бірі. Буллингта тараптардың күштері тең келмейді. Физикалық зорлық-зомбылыққа бірін-бірі итеру, соқтығысу, заттарын білдіру. Психологиялық зорлық-зомбылыққа кемсіту сөздер, қорлайтын әзілдер, қимылдар, бойкот жариялау жатады. Кибербуллинг бұл әлеуметтік желілер арқылы қорлау, жағымсыз пікірлер, рұқсатсыз біреудің жеке ақпараттарын тарату, әзіл қалжың. Ал қалжың кезінде барлығына бірдей көңілді болу керек. Буллинг бұл кемсіту, бір адамды қорлау. Кез келген оқушы буллингтің құрбаны болуы мүмкін. Мектепте қауіпсіз орта құру керек. Ол үшін оқушы, мұғалім, ата-ана бірігіп буллингке қарсы тұру маңызды. Бірін-біріне қолдау білдіру өте маңызды.